60 жастан асқаннан кейін адам ағзасы бұрынғыдай емес. Әр тағамға, әр әдетке өте сезімтал бола бастайды. Дәл осы кезеңде көп жейін емес, дұрыс жейін деген қағида бірінші орынға шығады. Көпшілік ұзақ өмір сүру үшін қымбат дәрумендер, шетелдік қоспалар керек деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде біздің дастарханымызда бұрыннан бар, алайда ешкім мән бермейтін таңғаларлық пайдалы тағамдар бар. Бүгін біз 60 жастан асқан жандарға ұзақ өмір сүруге көмектесетін, жасушаларды жасартатын, жүрек пен миға, сүйек пен ас қорытуға пайдасы мол 8 ерекше тағам туралы айтамыз. Бұл тағамдардың құндылығы олардың табиғилығында, қолжетімділігінде және әсерінің тереңдігінде. Алдымен бірінші тағамнан бастайық. Бірінші тағам қара тмин, қара зере. Қара тмин көпшілік тек дәмдеуіш ретінде ғана білетін, бірақ шын мәнінде ұзақ өмірдің кілті саналатын ерекше өсімдік. Ежелден шығыс медицинасында қара тмин өлімнен басқа барлық дертке дауа деп аталған. Бұл сөздің астарында үлкен шындық жатыр, әсіресе 60 жастан асқан адамдар үшін. Ағзаны іштен тазарту қасиеті. Жас ұлғайған сайын ішек жұмысы баяулап, ағзада жылдар бойы жиналған қалдықтар сыртқа толық шықпайды. Қара тмин осы тұста ерекше рөл атқарады. Ол ішектің жұмсақ қозғалуын қамтамасыз етеді, бірақ қатты іш жүргізетін әсер бермейді. Бұл қатарт адамдар үшін өте маңызды, себебі кенет әсер ететін құралдар ішекке зиян тигізуі мүмкін. Қара тминді тұрақты қолданған адамның ішіндегі уытты заттар біртіндеп азаяды, ал бұл жасушалардың ерте қартаюын тежейді. Ішкі тазалық ұзақ өмірдің ең басты шарттарының бірі. Иммунитетті көтеру және инфекциядан қорғау. 60 жастан асқан кезде иммундық жүйе әлсірейді, суық тию, тұмау, өкпе аурулары жиілей бастайды. Қара тмин құрамындағы табиғи майлар мен биологиялық белсенді заттар иммундық жасушаларды оятады. Бұл ағзаның вирустар мен бактерияларға қарсы күресу қабілетін күшейтеді. Ең маңыздысы, қара тмин иммунитетті жасанды түрде емес, табиғи жолмен күшейтеді. Яғни ағзаны зорламайды, керісінше өз қорғанысын қайта қалпына келтіруге көмектеседі. Жүрек пен қан тамырларына әсері. Ұзақ өмір сүрудің басты факторы жүрек пен қан тамырларының саулығы. Қара тмин қанды қоюландырмайды, керісінше оның еркін айналуына көмектеседі. Ол жаман холестеринді төмендетуге ықпал етеді, ал бұл инфаркт пен инсульт қаупін азайтады. Қан тамырлары таза, әрі серпімді болғанда миға да, жүрекке де оттегі жеткілікті мөлшерде барады. Бұл есте сақтау қабілетінің сақталуына, бас айналудың азаюына, жалпы сергектіктің артуына әкеледі. Қант диабетінің алдын алу. 60 жастан кейін жиі кездесетін мәселенің бірі қандағы қанттың көтерілуі. Қара тмин инсулинге сезімталдықты жақсартады, яғни ағза қантты жақсырақ қабылдай бастайды. Бұл диабетке бейім адамдар үшін аса құнды қасиет. Қара тминді таңертең аш қарынға аз мөлшерде қолдану қандағы қант деңгейінің күрт ауытқуын азайтады. Психологиялық әсері. Көп адам бұл жағын білмейді, бірақ қара тмин жүйке жүйесіне де оң әсер етеді. Ол мазасыздықты азайтып, ұйқының сапасын жақсартады. Ал жақсы ұйқы ұзақ өмірдің тағы бір маңызды тірегі. Қалай қолданған дұрыс? 60 жастан асқан адамдарға қара тминді шамадан тыс қолдану қажет емес. Күніне бір шай. Екінші тағам. Ашытылған сарымсақ. Қара сарымсақ. Көпшілік сарымсақты білет, бірақ ашытылған, яғни қара сарымсақтың ұзақ өмірге әсері жайлы өте аз адам ойланған. Бұл кәдімгі сарымсақты белгілі бір температура мен ылғалдылықта ұзақ уақыт ұстап, табиғи түрде ашыту арқылы алынатын өнім. Нәтижесінде оның дәмі жұмсақ, иісі жеңіл болады, ал пайдасы бірнеше есе артады. 60 жастан асқан жандар үшін бұл нағыз жасартатын тағам. Жасушаларды қартаюдан қорғау. Жас ұлғайған сайын ағзада тотығу процесі күшейеді. Бұл дегеніміз жасушалар тезірек бұзылып, ағза қартая бастайды. Қара сарымсақтың ең басты ерекшелігі оның антиоксиданттық қуаты өте жоғары. Ол жасушаларды іштен қорғайды. ДНК деңгейінде зақымданудың алдын алады. Тұрақты түрде қолданған адамдарда терінің сертімділігі ұзақ сақталады. Әлсіздік пен тез шаршау азаяды. Бұл ұзақ өмірдің басты белгілерінің бірі. Қан қысымын тұрақтандыру. 60 жастан асқандардың көпшілігі қан қысымының көтерілуінен зардап шегеді. Қара сарымсақ қан тамырларын жұмсартып, олардың ішкі қабырғаларын кеңейтеді. Соның арқасында қан еркін айналып, қысым біртіндеп қалыпқа келеді. Маңыздысы, ол қысымды күрт түсірмейді, яғни бас айналу, әлсіреу сияқты кері әсерлер тудырмайды. Бұл қарт адамдар үшін өте қауіпсіз қасиет. Жүрекке ұзақ мерзімді қорғаныс.
Қара сарымсақ жүрек бұлшықетінің қоректенуін жақсартады. Ол жүрекке баратын ұсақ тамырларды тазартып, жүрекке түсетін жүктемені азайтады. Нәтижесінде жүрек соғысы бірқалыпты болып, жүрек талмасының қаупі төмендейді. Зерттеулер көрсеткендей, ашытылған сарымсақты тұрақты тұтынатын адамдарда жүрек қан тамыр ауруларынан болатын асқынулар сирек кездеседі. Қанды тазарту және холестеринді азайту. Жас ұлғайған сайын қан қоюланып, тамыр ішінде холестерин жинала бастайды. Қара сарымсақ жаман холестеринді азайтып, жақсы холестериннің көбеюіне ықпал етеді. Бұл тамырдың бітелуінің алдын алады. Қан таза болған сайын миға, жүрекке, бүйрекке оттегі мен қоректік заттар жеткілікті барады. Бұл адамның ұзақ уақыт бойы белсенді әрі сергек жүруіне тікелей әсер етеді. Иммунитет пен ісікке қарсы әсері. Қара сарымсақтың тағы бір таңғаларлық қасиеті оның ағзаның қорғаныш қабілетін күшейтуі. Ол иммундық жасушалардың белсенділігін арттырады, ал бұл түрлі қабыну процестерінің алдын алады. Кейбір ғылыми бақылауларда қара сарымсақты тұрақты қолданатын адамдарда ісік жасушаларының дамуы баяулайтыны байқалған. Әрине, бұл ем емес, бірақ алдын алу үшін өте күшті табиғи құрал. Ас қорытуға жеңіл, асқазанға зиянсыз. Кәдімгі сарымсақ кейбір адамдардың асқазанын тітіркендіруі мүмкін, ал ашытылған сарымсақ керісінше асқазанға жұмсақ әсер етеді. Ол ішектегі пайдалы бактериялардың көбеюіне көмектеседі. Ас қорыту дұрыс болған кезде ағза барлық пайдалы заттарды толық сіміреді. Бұл ұзақ өмірдің тағы бір жасырын сыры. Қалай қолданған дұрыс? 60 жастан асқан адамдарға күніне бір немесе 2 түйір қара сарымсақ жеткілікті. Оны таңертең немесе түскі ас кезінде жеуге болады. Аш қарынға міндетті емес, бірақ тұрақты түрде қолдану өте маңызды. Бұл екінші тағам ғана. Алда әлі көпшілік тіпті тағам деп ойламайтын, бірақ ұзақ өмірге тікелей әсер ететін ерекше өнімдер бар. Үшінші тағам – табиғи алма сірке суы. Көп адам алма сірке суын тек салатқа қосатын қышқыл дәмдеуіш деп қана қабылдайды. Ал шын мәнінде табиғи ашытылған алма сірке суы 60 жастан асқан адамдар үшін ұзақ өмірге қызмет ететін ерекше құрал. Ең бастысы, дүкендегі жасанды емес, тұнбасы бар, табиғи түрде ашытылған түрі болуы керек. Ас қорыту жүйесін қайта ояту. Жас ұлғайған сайын асқазанда қышқыл азаяды. Соның салдарынан тағам толық қорытылмайды. Ішкебу, ауырлық, кекіру сияқты мәселелер пайда болады. Табиғи алма сірке суы асқазан сөлінің бөлінуін жұмсақ түрде ынталандырады. Бұл тағамнан алынатын дәрумендер мен минералдардың толық сіңуіне мүмкіндік береді. Ал дұрыс сіңген тағам ағзаның ұзақ жыл бойы қуатты жұмыс істеуінің негізі. Ішек микрофлорасын қалпына келтіру. Алма сірке суы табиғи пробиотиктерге бай. Ол ішектегі пайдалы бактериялардың өсуіне жағдай жасап, зиянды микроағзалардың көбеюін тежейді. 60 жастан асқан адамдарда ішек микрофлорасы бұзылса, иммунитет те, көңіл-күй де төмендейді. Ішек сау болған кезде иммунитет күшейеді. Қабыну процестері азаяды, дене салмағы тұрақталады. Бұл факторлардың барлығы ұзақ өмірмен тікелей байланысты. Қан айналымын жақсарту. Табиғи алма сірке суы қанды аздап сұйылтады, бірақ дәрі сияқты емес, табиғи жолмен. Ол ұсақ капиллярлардың ашылуына көмектесіп, аяқ-қолдың июін, салқындауын азайтады. Бұл әсіресе қарт адамдарда жиі кездесетін аяқтың ауырлығы, түнгі құрысу сияқты белгілердің жеңілдеуіне ықпал етеді. Қандағы қантты бақылау. 60 жастан асқан жандар үшін ең қауіпті мәселелердің бірі қант диабетінің жасырын түрі. Алма сірке суы инсулинге сезімталдықты арттырады. Нәтижесінде қант тағамнан кейін күрт көтерілмейді. Бұл қасиет диабетке бейім немесе қандағы қант шекаралық деңгейде жүрген адамдар үшін өте маңызды. Буын мен сүйек саулығына әсері. Көпшілік біле бермейді, бірақ алма сірке суы минералдардың сіңуін жақсартады. Әсіресе кальций мен магнийдің. Бұл сүйектің беріктігін сақтауға, буынның қатаюының алдын алуға көмектеседі. Жас ұлғайған сайын сүйек сынғыш келеді. Алма сірке суы осы қауіптің табиғи тежегіші. Керіні іштен жасарту. Ұзақ өмір тек жыл саны емес, адамның сырт келбеті де. Алма сірке суы бауырдың тазалануына көмектеседі. Бауыр таза болса, кері де таза болады. Пигмент тақтары, құрғақтық, бозару біртіндеп азаяды. Бұл ағзаның ішкі тепе-теңдігінің қалпына келгенінің белгісі.
Қалай қолданған дұрыс? 60 жастан асқан адамдарға бір стақан жылы суға бір шай қасық табиғи алма сірке суын, қаласаңыз аздап бал қосып, таңертең немесе кешке ішу жеткілікті. Маңызды ескерту: асқазаны өте сезімтал адамдар дәрігермен кеңескені дұрыс. 5-ші тағам: қара өрік, кептірілген. Көпшілік қара өрікті тек іш жүргізетін тәтті ретінде ғана біледі. Ал шын мәнінде кептірілген қара өрік 60 жастан асқан адамдар үшін ұзақ өмірге қызмет ететін өте терең әсері бар тағам. Бұл жай ғана жеміс емес, ішкі ағзаларды біртіндеп жасартатын табиғи құрал. Ішекті ғана емес, бүкіл ағзаны тазарту. 60 жастан асқан кезде ішек қабырғалары әлсірейді, ал ағзада жылдар бойы жиналған уыттар сыртқа толық шықпай қалады. Қара өрік ішекті жұмсақ тазалай отырып, сол уыттардың қанға қайта сіңуіне жол бермейді. Бұл дегеніміз: бауырға түсетін салмақ азаяды, бүйрек жеңіл дем алады, қан таза бола бастайды. Ал қан таза болса, адам өзін жеңіл сезінеді, бас ауруы мен әлсіздік азаяды. Бұл ұзақ өмірдің алғашқы белгілерінің бірі. Сүйек тығыздығын сақтайды. Өте аз адам білетін бір маңызды жайт бар: қара өрік сүйекке тікелей әсер етеді. Ғылыми бақылауларда кептірілген қара өрікті тұрақты тұтынатын қарт адамдарда сүйек тығыздығы ұзақ сақталатыны анықталған. Бұл әсіресе омыртқа, жамбас сүйегі, тізе мен жамбас буындары үшін аса маңызды. Сүйек сынуы қарт жастағы адамдардың өмір сапасын күрт төмендететін басты себептердің бірі. Ал қара өрік осы қауіпті табиғи түрде азайтады. Қан аздықтың алдын алу. 60 жастан асқан адамдарда қан аздық жиі кездеседі. Қара өрік темірге бай және оның ағзаға сіңуіне көмектесетін табиғи қышқылдар бар. Бұл қан құрамының біртіндеп жақсаруына ықпал етеді. Қан жеткілікті болған кезде бас айналу азаяды, жүрекке түсетін салмақ төмендейді, адам өзін сергек сезінеді. Бұл ұзақ әрі белсенді өмірдің негізі. Жүрек пен қан тамырларына пайдасы. Қара өрік калийге бай. Калий жүрек соғысын тұрақтандырып, қан қысымының күрт көтерілуін тежейді. Сонымен қатар, ол тамыр қабырғаларын босаңсытып, қанның еркін айналуына жағдай жасайды. 60 жастан асқан адамдар үшін бұл қасиет өте құнды, себебі қысымның тұрақсыздығы инсульт қаупін арттырады. Көңіл-күй мен ұйқыға әсері. Қара өрік құрамында жүйке жүйесін тыныштандыратын табиғи заттар бар. Оны кешкі уақытта аз мөлшерде қолдану ұйқыны тереңдетеді, түнгі оянуды азайтады, мазасыздықты бәсеңдетеді. Жақсы ұйқы ұзақ өмірдің ең маңызды тіректерінің бірі екенін ұмытпаған жөн. Ас қорытуға жеңіл, тәтті. Көп қарт адамдар тәттіден толық бас тартуға мәжбүр болады. Қара өрік табиғи, қауіпсіз тәтті. Ол қантты күрт көтермейді және асқазанға ауырлық түсірмейді. Қалай қолданған дұрыс? 60 жастан асқан адамдарға күніне 2 немесе 3 дана кептірілген қара өрік жеткілікті. Оны таңертең немесе кешке жылы сумен бірге жеген дұрыс. Артық мөлшер қажет емес, бастысы тұрақтылық. 6-шы тағам: тары ботқасы. Көпшілік тарыны кедейдің асы деп қабылдап, оған мән бермейді. Ал шын мәнінде тары ботқасы 60 жастан асқан адамдар үшін ұзақ өмірге қызмет ететін ең бағаланбаған тағамдардың бірі. Бұрынғы ата-бабаларымыздың ұзақ жасап, белі бүгілмей жүргенінің бір сыры дәл осы тарыда болған. Қан тамырларын іштен тазарту. Жас ұлғайған сайын қан тамырларының ішкі қабырғаларына тұздар мен холестерин жинала бастайды. Тарының ең басты қасиеті осы артық жиналған заттарды біртіндеп шығару. Ол тамырды жарақаттамайды, дәрі сияқты күрт әсер етпейді, бірақ ұзақ мерзімді тазалау жүргізеді. Тары ботқасын тұрақты жейтін адамдарда бас айналу азаяды, құлақ шуылы бәсеңдейді, қан қысымы тұрақтала бастайды. Бұл белгілер тамырдың жеңілдеп келе жатқанының айғағы. Бүйрекке ерекше пайдасы. 60 жастан асқан адамдардың көпшілігінде бүйрек әлсірейді. Тары бүйрекке ең жұмсақ әсер ететін дәнді дақылдардың бірі. Ол ағзадағы артық сұйықтықты шығарып, ісікті азайтады. Бүйрек дұрыс жұмыс істесе, жүрекке түсетін салмақ төмендейді, қан қысымы тұрақталады, жалпы әлсіздік азаяды. Бұл ұзақ өмір сүру үшін өте маңызды тізбек. Қант диабетіне бейім адамдарға қауіпсіз. Тарының гликемиялық әсері төмен, яғни ол қандағы қантты күрт көтермейді. Бұл 60 жастан асқан, қант деңгейі тұрақсыз адамдар үшін таптырмас тағам. Сонымен қатар, тары ағзаның инсулинге жауап беру қабілетін біртіндеп жақсартады. Бұл диабеттің асқыну қаупін азайтады. Буын мен бұлшық етке әсері. Тары құрамында кремний бар.
Кремний буын мен сіңірдің сертінділігін сақтайтын маңызды элемент. 60 жастан кейін буынның қатаюы, таңертеңгі сіресу жиі кездеседі. Тары осы белгілерді жұмсартуға көмектеседі. Тұрақты қолданған адамдарда қозғалқаз жеңілдейді, аяқ-қолдың әлсіздігі азаяды, жүріс сенімді бола бастайды. Бұл ұзақ әрі белсенді өмірдің белгісі. Жүйке жүйесін тыныштандыру. Тары ботқасы жүйке жүйесіне өте жұмсақ әсер етеді. Ол шамадан тыс қозуды басып, адамның ішкі тепе-теңдігін қалпына келтіреді. 60 жастан асқан адамдарда мазасыздық, себепсіз уайым жиі болады. Тары осыны азайтады. Жүйке тыныш болса, жүрек те тыныш, ұйқы да сапалы болады. Асқазанға жеңіл. Көп дәнді дақылдар қарт адамдарға ауыр тиеді. Ал тары дұрыс пісірілсе, асқазанға жеңіл, ішекте шірмейді. Ол керісінше, ішек қозғалысын жақсартады. Қалай қолданған дұрыс? 60 жастан асқан адамдарға аптасына 2 немесе 3 рет сүтсіз, суға пісірілген тары ботқасы өте пайдалы. Қаласаңыз үстіне аздап сары май немесе зәйтін майын қосуға болады. 7-ші тағам. Қызылша жапырағы. Тамыры емес. Көпшілік қызылшаны пайдаланғанда тек тамырын ғана қолданады да, жапырағын қоқысқа тастайды. Ал шын мәнінде 60 жастан асқан адамдар үшін ұзақ өмірге қызмет ететін ең күшті бөлігінің бірі дәл осы қызылша жапырағы. Кейбір елдерде оны жасыл дәрі деп те атайды. Қанды жасарту және оттегімен байыту. Қызылша жапырағы хлорофилге өте бай. Хлорофилдің әсері қандағы гемоглобинге өте ұқсас. Ол қанды жасартуға, оттегіні жасушаларға жақсы жеткізуге көмектеседі. 60 жастан асқан адамдарда жиі кездесетін әлсіздік, тез шаршау, бас айналу. Осының бәрі көбіне оттегінің жетіспеуінен болады. Қызылша жапырағы бұл мәселені табиғи түрде шешеді. Жүрек пен миды қорғау. Қан жақсы оттегімен қамтамасыз етілсе, жүрек те мида жеңіл жұмыс істейді. Қызылша жапырағы қан тамырларын кеңейтіп, миға баратын ұсақ тамырлардың бітелуінің алдын алады. Тұрақты қолданған адамдарда есте сақтау қабілеті ұзақ сақталады. Ойлау баяуламайды. Инсульт қаупі төмендейді. Бұл ұзақ әрі сапалы өмірдің басты шарттарының бірі. Қабынуға қарсы табиғи қорғаныс. 60 жастан кейін ағзада жасырын қабыну процестері көбейеді. Буын ауырады, бұлшық ет сыздайды, ішкі ағзалар шаршайды. Қызылша жапырағында қабынуға қарсы әсері бар табиғи қосылыстар бар. Ол дәрі сияқты ауыр емес, бірақ тұрақты қолданғанда буынның сыздауы азаяды. Таңертеңгі сіресу жеңілдейді. Қозғалыс еркіндейді. Көз көруін сақтау. Қызылша жапырағы лютеин мен бета-каротинге бай. Бұл жапырақты тағамға қошу. Көздің тез шаршауын азайтады. Қараңғыда көруді сақтауға көмектеседі. Жасқа байланысты өзгерістерді баяулатады. Ішек пен бауырға әсері. Қызылша жапырағы ішекті жұмсақ тазалайды, бірақ ең бастысы бауырды жеңілдетеді. Бауыр таза болса, бүкіл ағза таза жұмыс істейді. Бұл терінің жағдайына, қам құрамына, иммунитетке тікелей әсер етеді. Сүйек пен бұлшықетке пайдасы. Бұл жапырақ кальций мен магнийге бай. Ол сүйек тығыздығын сақтауға, бұлшықет әлсіздігін азайтуға көмектеседі. Әсіресе құлап қалу қаупі бар қарт адамдар үшін бұл өте маңызды. Қалай қолданған дұрыс? Қызылша жапырағын жеміл буға пісіріп, сорпаға немесе омлетке қосып, жасыл көкөністермен араластырып пайдалануға болады. Күніне аз мөлшер жеткілікті. Ең бастысы тұрақтылық. 8-ші тағам. Табиғи сүйек сорпасы. Ұзақ қайнатылған. Көп адам сүйек сорпасын жай ғана сорпа деп қабылдайды. Ал шын мәнінде табиғи ұзақ қайнатылған сүйек сорпасы 60 жастан асқан адамдар үшін ұзақ өмірдің ең терең, ең елеусіз қалған тіректерінің бірі. Бұл тағамды бұрын ата-әжелеріміз күнделікті ас ретінде ішкен, ал бүгін біз оны ұмытып барамыз. Ағзаны іштен қайта жинау қасиеті. Жас ұлғайған сайын ағзадағы дәнекер тіндер әлсірейді. Буын, сіңір, ішек қабырғалары, қан тамырларының сертінділігі төмендейді. Сүйек сорпасының ең басты құндылығы оның құрамындағы табиғи коллаген мен желатин. Бұл заттар ағзаны іштен жамайды, тозған тіндерді қалпына келтіруге көмектеседі. Жасушалардың бір-бірімен байланысын күшейтеді. Бұл процесс баяу жүреді, бірақ өте терең әсер береді. Дәл осы баяу, тұрақты қалпына келу ұзақ өмірдің негізі. Буын мен омыртқаны қорғау. 60 жастан асқан адамдардың негізгі шағымы бел, тізе, жамбас, мойын ауруы.
Сүйек сорпасы буын ішіндегі сұйықтықтың сапасын жақсартады. Соның арқасында қозғалыс жеңілдейді, сықырлау азаяды, ауырсыну біртіндеп бәсеңдейді. Бұл әсер әсіресе таңертең байқалады. Адам төсектен жеңілірек тұра бастайды. Асқазан мен ішекті қалпына келтіру. Көпшілік біле бермейді, бірақ сүйек сорпасы ішек қабырғасын қалпына келтіреді. 60 жастан кейін ішек өткізгіш болып кетуі мүмкін, яғни зиянды заттар қанға оңай өтеді. Сүйек сорпасы ішектің қорғаныш қабатын күшейтеді. Нәтижесінде кебу азаяды, ас қорыту жақсарады, иммунитет көтеріледі. Ішек сау болса, бүкіл ағза сау жұмыс істейді. Иммунитетті терең деңгейде күшейту. Сүйек сорпасы иммунитетке арналған ең табиғи тағамдардың бірі. Ол ағзаны уақытша емес, терең деңгейде қорғайды. Себебі иммундық жасушалардың көп бөлігі дәл ішекте орналасқан. Тұрақты түрде сүйек сорпасын ішетін қарт адамдарда суық тию сирек болады. Қабыну ұзаққа созылмайды. Қалпына келу жылдамырақ өтеді. Бұл ұзақ әрі сапалы өмірдің айқын белгісі. Жүйке жүйесіне тыныштық береді. Сүйек сорпасының тағы бір ерекше қасиеті жүйке жүйесін тыныштандыруы. Оның құрамындағы амин қышқылдар миға тыныштал деген белгі береді. Соның арқасында мазасыздық азаяды, ұйқы тереңдейді, түнгі ояну сирейді. Жақсы ұйқы ұзақ өмірдің ең басты құпияларының бірі. Керіні және сыртқы келбетті сақтау. Ұзақ өмір тек ішкі ағзалармен өлшенбейді. Керінің жағдайы да ағзаның күйін көрсетеді. Сүйек сорпасын тұрақты қолданған адамдарда кері құрғақтығы азаяды, бет әлпет сергек көрінеді, әжімнің тереңдеуі баяулайды. Бұл ағзаның іштен қалпына келе бастағанының белгісі. Қалай дайындаған дұрыс? Нағыз пайдалы сүйек сорпасы. Сиыр немесе қой сүйегінен кемінде бірнеше сағат баяу қайнатылған. Тұзы аз, дәмдеуішсіз болу керек. Аптасына 2 немесе 3 рет 1 кесе ішу жеткілікті. Міне осылайша біз 60 жастан асқан адамдарға ұзақ өмір сүруге көмектесетін ешкім ойламаған 8 таңғаларлық тағамды толық қарастырдық.